Сәлем достар, сіздермен бірге мен Қалай Орынбасарова. Бүгінгі видеоблогта біз сіздермен бірге сүтті қыз тортын әзірлейтін боламыз. Үйлегіште өткен ұнның үстіне разрыхитель қосамыз, яғни қопсытқыш. Араластырамыз. Ванилин қосамыз. Араластырамыз. Бөлме температурасындағы 2 жұмыртқаны аламыз. Араластырамыз. Оған біздің сгущенкамызды қосамыз. Бір банка сгущенкада 380 грамм. Сондықтан бізге бір банка сгущенка қажет. Араластырамыз. Оған біз 200 грамм ұнымызды саламыз. Молочная девочка тортының, яғни сүтті қыз тортының шығу тарихы, ол негізі сгущенкадан алынған дейді. Яғни қойылатылған сүттен алынған. Біз 200 грамм ұнның барлығын араластырып болдық. Пергамент қағазына бізге қажет форманы дөңгелетіп қаламмен сызамыз. Бізге 6 қағаз қажет. Дөңгелек шеңберді сызған пергамент қағазымыздың мына жағын ауыстырамыз. Сода да бізге шеңбер көрінеді. Мен аздап май жағамын. Себебі мен пергамент қағазының сапасы жақсы емес. Яғни төмен сапалы пергамент қағазы болғандықтан мен оған аздап май жағамын. Жан-жағына жағып шығамыз. Яғни осы шеңберді айландырып. Алдын ала 180 градусқа қыздырылған духовкамызға коржигімізді саламыз. 10-15 минут пісіріп аламыз. Дайын коржиктарымызды біз дайындаған формамен кесіп аламыз. Коржикті
салқындамай тұрған кезінде, яғни ыстық күйдіңше кесіп алған дұрыс. Көжікті салқындатып аламыз. 450 грамм сливкиға ванильный сахар саламыз. Немесе ванилин. Және аздап 40 грамм сахарный пудра саламыз. Біздің креміміз дайын. Енді біз тортты жинауға кірісеміз. Біздің тортымыз дайын. Біз оған кремін жағып дайындап қойдық. Енді біз бұны тоңазытқышқа 4 сағатқа қоямыз. Содан кейін біз оны әсемдеуге кірісеміз. Осымен біздің сүтті тортымыз дайын. Біз оның үстінен бисквиттің ұсақтатып үстіне септік. Сіз оны қалағандай әсемдесеңіз болады. Қаласаңыз жеміс-жидектермен немесе шоколадтармен, әртүрлі посыпкалармен әсемдесеңіз болады. Ол өзіңіздің таңдауыңызға қарай. Сіздермен болған мен Құралай Орынбасарова. Келесі видеоблогта жүздескенше.